Осыдан бір ғасыр бұрын Ұшқын газетінің алғашқы саны жарық көргенде ақын Бернияз Күлеевтің Ақжолтай тілеген арнау өлеңі басылған еді. Біз бүгін Егеменнің жастары осы өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ұшқынға арнау. Құтты болсын жас ұшқыным, қадамың, оңға бассын ақ ниетті талабың. Тілегіңде үлкен кіші азамат, еркің үшін еңіреген қазағың. Бұл ұшқыннан еркін жоспар табарсың, ен далаға ерінбестен барарсың. Ұлды ерікті жерді сәулелендіріп, ел ошағы ортасында жанарсың. Алтын алтай, еділ жайық сарыарқа, сауыт киіп, садақ таққан ер бар ма? Ру азып, ер үркек боп, жер тозып, жауға жаға жырттырмаған ел бар ма? Алты алаштың қызыл туын қолың ал, ерте еркін өткен күнің ойың ал, елді жерден, елді еріктен айырған, дұшпаныңды жолың ал. Біз артыңнан елі қалмай ерерміз, оймен ақыл, қолмен қуат берерміз. Елге ерік, жерге көрік әпермей, жүрсек бірге, өлсек бірге өлерміз. Құрметті Егемен Қазақстан газетінің оқырмандары, бас басылымның 100 жылдығы аясында ұйымдастырылып жатқан бұл эстафетаны газеттің ардагер журналисті ақын Қорғанбек Аманжол ағамызға және барлық меншікті тілшілерге жолдаймыз.